Таңғы тыныштықта мөлдір терезеге қарап тұрды. Жүрегінің түкпірінде екі ұлын сағынған бір нәзік сезім бар еді. Балалары әкелерімен тұрған күндері үй іші тым тыныш болатын. Бірақ бұл тыныштықтың ар жағында үлкен сүйіспеншілік жатады. Бір сәтте аспанды жарып, үш жұмсақ нұр жерге қарай сырғып түсті. Жарықтың ішінде үш тағдыр арыстаны пайда болды. Әр қайсының көзі жүрекке тіке қарайтындай. Демелыста үйге келген екі ұлын көргенде мөлдірдің жүрегі шуаққа толды. Сезімтал арыстан Ханкелдіге жақындап, оның жүрегіндегі мейірім мен қиялды сезді. Ал батыл арыстан Алиханға қарап, «Сен әділдіктің отының жүрегіңде алып жүресің» деді. Әбу Насырға жұмбаққа толы арыстан келіп, оның ақылының тереңін көрді. Түнде арыстандар сиқырлы шеңбер жасап, балаларға жүрек жолдарын көрсетті. Орманда Ханкелді ренжіп тұрған күміс бұғыны кездектірді. Ол бір ғана жанашыр қимылмен бұғының жанын жылыта білді. Алихан желдің әділетсіз мінезімен бетпе-бет келді. Ол батылдығымен желді тыныштытты. Әбу Насыр сөйлейтін тастардың сыбдыры арқылы адамның ішкі жарығы сырттан емес, жанынан табылатынын түсінді. Үшеуі сынақтан өтіп, жүректеріндегі күшті оятты. Қайда жүрсеңдер де, жүрегім сендерді табады. Содан бері түнде аспанда үш арыстанның сұлбасы жылып тұратын. Бұл бе олардың мәңгілік пайманысының белгісі еді.